Şimmetlik azamattары, qadırmenді Müslüman ağayın bауырлар. Biz әуелі Алла Тағала сан шүкір айтуымыз керек, пайғамбарымызға салауат айтуымыз керек. Еліміздің бейбітшілігі, тыныштығы, бірлік ынтымақ керек. Ең бірінші осы бізге. Біздің оңтүстіктің Түркістан өлкесінің шаршы бетіміздің қаймағымыз бен қазақтың мұсылманшылығымыз дамыған жерінде осындай ЛГБТ лесбиян гейлерге әлбетте жол тойтас бермеуіміз керек. Құрысын. Өте дұрыс. Үш күн бұрын оны ресми түрде қаланың әкіміне хат тапсырылды. Қажымұхан ағым бастаған ақсақалдарымыз. Әкімнің хабары бар, КНБ-ның хабары бар, милицияның хабары бар. Олар бізді өтіп жүріп, 3-4 жерді айтып, біз таба алмайды дедік. Мінеке, бұлардың қатты жергілікті өзіміздің мінеке ДМД-ның жігіттеріне рахмет. Әкімшілік жігіттер, КНБ-ның жігіттер бәрі келіп отыр. Оларды қамауға алды, тергеу басталды. Сол үшін біздің бір ауыз үндеуіміз осы жиналғанның шырылдап жатқан себебі Түркістан облысымызда, Шымкент қаламызда мұсылманшылығымыздың дамыған жерінде, жалпы дұрыс айтады, Қазақстанымызда бұндай Алланың қаһарына ұшырайтын, табиғатқа қарсы келіп отқан, еркек пен еркектің жынысы, әйелдің әйелмен жыныс болуы, немесе жаңағы неше түрлі бас жиіркенішті нәрселерге әлбетте түрде мемлекетімізде, өкіметімізде, заң орындарда, халқымызда, діни басқарымызда 100% бұған қарсы. Артымыз! Сол үшін біріншіден дұға қылайық. Бұндайға жол бермеу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтпақшы, мұсылман өзіне қандай бір жақсылық тілесе, басқа бір мұсылман бауырына сол жақсылықты тілемейінше шынайы мұсылман боламайды дейді. Сол үшін иншалла бұндайға жол бермейік, иншалла Алла Тағала біздің бірлік ынтымағымыз болса, ислам мұсылманшылық күшейетін болса, бұндан өзі жойылады. Бұл әлбетте біздің өзіміздің әлсіздігімізден тағы да туындайтын нәрсе. Бүткіл ағайын туысқанымыз бар, жолдас көршілеріміз бар. Осылардың бәріне бұл батыстың, Европаның, халықаралық ұйымдарының, сор сияқты ұйымдарының Орта Азия халқы, не только Қазақстан, Орта Азия халқын бұзу үшін, қаймағы бұзылмаған мұсылман Орта Азия халқын бұзу үшін үлкен бір саяси әлемдік топтың мәселесі. Сол үшін біз саналы азаматтар, білімді азаматтар, жоғарылымды азаматпыз, көзіміз ашық, ақ мен қараны, жақсы мен жаманды, адал мен арамды ажырататын азаматпыз. Біз арандатушылыққа, фитнаға, конфликтке ешқандай жол берілмейді. Бір орданың жігіттер тұр, КНБ, полиция жігіттер тұр, бәрі өздері жүзеге асырады. Біз ол кісілерге өкіметке сенеміз. Біздің тірлігіміз әлбетте түрде бұндай нәрселерге біз әдеп сақтауымыз керек, мәдениетті болуымыз керек, садиқалы болуымыз керек, парасатты болуымыз керек. Сол кезде мұсылман қандай дегеніңізді мінеке мұсылман деу керек. Біз өзіміз жақсы әсесімен көрсетейік те, бұндайларға жол болмас үшін әлбетте өзіміздің жақсы үгіттерімізді жүргізу керек. Сол үшін қадірменді ағайындар, бұның артында үлкен халықаралық ұйымдар бар, сор сияқты қаржыландырып отыр. Бұлардың ертең посольстволар бар, бүткіл Европаның, Америка посольстволары бар. Мақсат не? Мақсат Орта Азияны бұзу. Нағыз мәдениетті, сол үшін Құдай одан сақтасын. Артымыз! Бұдан кейін бұндай нәрсе болсын деп біздің ең үлкен қаруымызде ол дұға. Дұғада болайық жігіттер. Арандаушылыққа басқаға барып қоймайық. Алла разы болсын. Артымыз!